Бүгін достар, барлықтарыңызға бүгінгі күн сәлем жолдаймын. Дәл қазіргі жағдайда Денвер қаласында бүгін дүйсенбі күні 11 айдың 30-ы, осы айдың енді соңынан екінші күн деп айтуға болады. Осы айды болғанда өте керемет жаптық. Команда бойынша жалпы өте жақсы күн болды, жақсы ай болды. Қайғы жағынан да біз өте жақсы жауып отырмыз. Қазақстаннан әсіресе бізде трейдерлар, инвесторлар өте көбейіп жатыр. Және де Қазақстаннан қатысып жатқан біздің трейдерлар да өте жақсы пайдалы жұмыс істеп жатыр. Барлық информацияларды мен Instagram парақшама салып қоямын. Егер сіздерге қызық болса, менің Instagram парақшама жазылып, немесе біздің Telegram каналға жазылып, біздің тегін видеоларды көрсеңіздер болады. Дәл қазіргі жағдайда бүгінгі күнді Нио және Николай деген екі компанияны трейд жасап $710 жаптым. Өз басым біздің командалардан Қазақстаннан $200-210 жауып отқан адамдар бар. Мен бүгін таңертең Аслан, Сабира деген Қазақстан Алматыдан қатысып отқан біздің трейдерлер. Жалпы болған кезде бүгінгі трейд туралы айтайын. Нио өте жақсы кетті. Нионы барлығымыз білеміз. Мен көп уақыттан бері Нионы біз команда бойынша трейд жасап келе жатырмыз. Ал Николай болған кезде шортқа деп ойлағанбыз. Бүгін бірақта шорт жақсы болмады. Николайдан бастайын. Николайда мен алғашқы трейдім Николай болды, бірақта Николайға беріп қойдым. $137 беріп қойдым. Николай қалай болды деген түсіндірейін. Николай болғанда жалпы бір жаңалықпен қатты өскен, соңғы өткен аптада бір апта өскен. Сосын ең соңғы өткен бейсенбі жұма күндері құлаған болатын, соңғы бір-екі күн. Сосын мен негізі бүгін құлайды деп кеше біз апталық сандай митинг, апта сайын біз команда бойынша жаңа аптаға дайындалып анализдар жасаймыз. Сол кезде мен айтқан Николай негізі құлайды, Николай шортқа жасаймыз деп ертең. Бүгін қатты түсті, мынау енді неше процент? 23% бүгін түсті. Таңертең болғанда 18 ба 20%-тің минусында тұрды. Сосын шортқа қараймыз деп өзім ойлап отырам. Бірақта таңертең біраз ойлағандай болмады. Мен өзім жақсы трейд жасай алмай қалдым. Негізінде план жақсы болған. План болған шортқа болған. Таңертең деп шорт жасай алмай қалдым да мына жерінде. Сосын дабл барым деген біздің паттернна болды. Паттерн деп айтамыз, паттерн деп ағылшынша. Паттерн жасап өсіп кетті. Мен мына жерден шортқа кірдім, кішкене лейт кіріп қойдым біріншіден, екіншіден теріс кішкене дабл батым шығып өсіп баратқанын кішкене байқамай кіріп қойдым. Содан кейін стоп аут болып қалдым. Одан кейін барып бұл құлады. Одан кейін енді бұл біраз құлап тастады. Мен егер кішкене тұра тұрған болсам, негіз бұл өте керемет трейд жасалынар еді. Әтлесті жоқ дегенде мынадан трейд жасаған болсам, мен мына жерден қатты құлады да, одан кейін бірақ кетті. Енді бұл жерде кішкене өкініш қалды. Іште стокта болғанда жалпы қашанда өкініш болады. Сондықтан болғанда біз қайтеміз дегенде оны let it go дегенде, ағылшынша let it go, жібере саламыз. Неге дегенде оның барлығын өкін біз ешқашан трейдер бола алмаймыз. Ал Нио деген компанияның болғанда бір күннің уақыт бірлігі деп айтамыз. Уақыт бірлігіне қоятын болсақ, жалпы кішкене соңғы өткен жұма күні кішкене не бар, сатушылардың басым екен көрініп тұр. Бірақта бүгін енді көреміз деп ойлағанбыз. Біз негізінде Тесланы трейд жасамақшы болған. Нионы трейд жасап кеттік. Неге деген кезде Нио біраз таңертең бастап белгілі бола қалды, тура құлайтыны белгілі бола қалды. Біз енді бұл жолы акцияны құлағаннан ақша тауып отырмыз деген сөз. Акцияны өскенде де, түскенде де ақша табамыз. Қалай болды деген кезде бұл free market low несі болғанда жобамен қазір бізде free market деген бар, нарық ашылғаннан бұрынғы уақыт деген бар. Соның ең төменгі бағасын бұзу деген жалпы бұл да өте маңызды бізде трейдинг жасаған кезде. Мынау отыр ғой, негізінде ең төменгі баға, ашыла қалғаннан кейінгі төменгі баға. Бұны болғанда біз белгілеп қоямыз. Бұл үшін бұл бізге өте маңызды. Ал жоғары жағы болғанда мына жерде болды. Жоғары жағына жеткен жоқ. Таңертең сосын бұл таңертең өте қатты құлады. Нионы бірақта біз қарап отырғанбыз, трейд жасамақ жоқ. Қатты құлады, одан кішкене өсіп барып,
ана көк сызық болғанда VWAP деген индикатор, осыған келіп құлады. Осы индикаторға көп мән береміз біз day trading жасағанда. Сосын құлап, негізінде агрессивный құлап жатыр. Бұл жерде өте волумы жоғары, өскен кезде волумы төмен, сосын мына жерде құлаған кезде волумы тағы жоғары. Сосын кішкене өскен кезде волум кішкене аз. Волум деген жаңағы акциялардың саны, трейд жасалатын акциялардың. Оны біз не дейміз? Pullback деп айтамыз, кішкене артқа қарай бұрылу деп айтамыз. Сосын ары қарай құлады, шортқа қостым, 200 жерден қостым, 200 акция, сосын қайтадан 200 акция, үстіне 200 акция. Сонымен 400 акциямен шортқа кірдім, құлады, саттым дегенде бұл алдыменен шорт жасайсың, шорт жасағанда сатасың, одан кейін сатып аласың. Арзан сатып алдым, бұл жерде маған бір 300 қанша доллар акция пайдаға кіріп келді. Сосын тостым, қайтадан шықтым біразын. Сосын түсіп бастаған кезде қайтадан кірдім, қайтадан қостым, үстіне қостым, сосын шықтым. Мына жерге дейін тосқам жоқ енді, мына жерде көбін шығып кеттім. Дәл осы немен 847 доллар бүгін тек қана неодан бүгінгі пайда, жалпы болғанда 710 доллармен бүгін күн жаттым. Ал қазір болғанда нео компаниясы ақырында өсіп жатыр. Tesla компаниясы мен нео екеуі де қасарып жатыр. Біз болғанда команда бойынша қазіргі жағдайда Tesla компаниясын жобамен мына маңайдан алдық. Маңайдан түсіп енді өсіп баратқан жерден алдық. Мынадан бөліп бірнеше рет алдық. Қазір болғанда long позицияда жалпы жасап жатыр. Tesla компаниясы бұл жеңілдікпен деп айтамыз, жеңілдікпен бізге Тесланы беріп жатыр. Жеңілдікпен бергенде қайтесің, сатып аласың деген. Ал жалпы болғанда осылай, сіздерде енді сәтті күн болды деген ойдамыз. Бізде командада өте жақсы трейд жасалып жатыр. Мен өте ризамын. Командамыз көбейіп жатыр. Тек қана біздің жабық чатурның өзінде 100-ден астам адам қазір трейд жасап жатырмыз. Енді нағыз трейд жасап жатқан адамдар деген сөз ғой. Ал біздің командамыздың саны қазір 500-ден асып баратыр. Бізде болғанда, біздің курстар болғанда өте сондай курстар емес, бұл сервис адамдарды ғана біз командаға аламыз. Сондықтан егер сіз сервис болсаңыз, қызықтасаңыз, бізге хабарласыңыз, қандай бір сұрақтарыңыз болса чатур неге жаза салыңыз, комментқа жаза кетіңіз, біз сізге тарылтып видео жасауға тырысамыз, және де болашақта енді жақсы нелер салып отырамыз, үнемі видеолар салуға тырысып отырамыз. Қоңырауды басуды ұмытпаңыз. Сізбен келесі видеода кездескенше peace.